Сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен сіздерге аглонема гүлі туралы айтып көрсеткім келіп отыр. Менде мына аглонема гүлінің мына бір сорты бар. Ғылыми атауын бұның білмеймін, жалпы аглонема гүлі екенін білемін, және бұның өте көп сорты бар. Әрқайсының атауы әртүрлі. Аглонема гүлі болғанымен оның атаулары әртүрлі болады. Бұны мен бірінші көрген кезде байқасаңыздар, диффенбахия гүліне өте қатты ұқсаттым. Мына жапырақтарының узорларына дейін барлығы диффенбахия гүліне өте қатты ұқсайды. Және бұл өте капризный гүл емес, өте жапырақтары әдемі. Қарасаңыздар, бұл аглонема гүлі негізінде табиғатта жалпы үй күтімінде де гүлдейді. Бірақ оның гүлі өте әдемі емес. Бұны тек қана адамдар осы әдемі жапырағы үшін өсіреді. Әртүрлі жапырақты, узорлы түрлері өте көп бұның. Аглонема гүлі туралы айтатын болсақ, өте капризный емес, жаңадан гүл өсіретін адамдарға өте қолайлы. Бірақтан бұл гүл жаздың күні терезеде тұрмау керек. Егер терезе өте жарық болып, терезеден күн сәулесі түсетін болса, жапырақтары сарғайып түсіп қалады. Жарықты жақсы көрмейді. Бұл көлеңкелі жерде тұру керек. Менде терезеден 2 метр алыста мүлдем күн түспейтін жерде тұр, бірақ өзін өте жақсы сезініп жатыр. Алдында бір рет терезеге қойып көрдім. Міне, қарасаңыздар, мына жапырақ пен мына жапырақтың айырмашылығын. Мынада сәл сарғайған. Дәл солай 4-5 жапырағы сарғайып түсіп қалды менде. Сосын көлеңкелі терезеден 1-2 метр алыстыққа қойдым. Және өте жылдам өсетін гүлдердің қатарында бұл гүл. Мысалы, қарасаңыздар, мына жапырағын шығарып жатыр, және мына астынан да шығарып жатыр. Біреуін шығарып болмай, екіншісі шығарып жатыр. Бұған 10 күнде бір тыңайтқыш құямын. Удобрение органикалық және минералды удобренияларды алма-кезек ауыстырып құямын. Және күніне қазір жаз болғандықтан 2-3 рет осылай су себемін. Азанғы уақытта, түскі уақытта және кешкі уақытта қолым тисе, мен бұған су бүркіп тұруға тырысамын. Себебі күн өте ыстық. Тағы да бұның су құюына келер болатын болсақ, топырағын толық кептіріп, сосын барып құямын. Солқылдатып су құя беруге болмайды. Себебі бұның тамыры шіріп кетеді. Міне назарларыңызға қарасаңыздар, көз салатына түбінде мен лимонның дәнін тыға салғанмын, содан дәні өсіпті. Бұны мен бөліп, басқа горшокқа өссе отырғызамын. Және бұған аглонема гүліне мүлдем үлкен горшокқа бірден отырғызудың қажеті жоқ. Көрсеңіздер, менде кішкентай горшокта. Негізінде менің өзімнің стратегиям, жалпы гүл өсірудегі өзімнің ойым және үлгім, істеу тәжірибем кішкентай горшоктан бастаймын. Не болса да, кішкентай гүл болып, тамыры кішкентай болатын болса, кішкентай горшокқа отырғызған дұрыс. Бірден үлкен горшокқа отырғызатын болсаңыздар, оның тамыры кішкентай болса, ол тамыры үлкен горшоктағы ылғалдылықты сіңіріп үлгере алмайды да, бірден шіріп кетеді. Сол себепті өзіне лайықты горшоктан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қандай да бір пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.